Сәлем достар, қалайсыздар? Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге бүгін пегодидің қазақша рецептін ұсынатын боламын. Яғни кореецтердің ұлттық тағамы пегодиді жасап көрсетемін. Өте дәмі керемет. Ойдағыдай болып шығады, бір жасағаннан ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Алдымен жылы суымызға өздеріңіздің шамалап қоя бересіздер. Жылы суымызға бір ас қасық тұзымызды, бір ас қасық дрожжымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Дрожжымызды жібігенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Сосын кішкене ғана сұйық майды қосып, ұнымызды салып, әрине електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап бір қалыпқа келгенше қамырымызды илеп алатын боламыз. Жақсылап жылтыр болғанша илейміз. Енді өздеріңіздің семьяларыңызға қарай қамырларыңызды көп немесе аз қылып, өз қалауларыңыз бойынша илеп алсаңыздар болады. Жақсылап ию қанғанша илеп аламыз. Жылтыр болып шығу керек пегодидің қамыры. Көп илесеңіз, пегодиіңіз көтеріңкі болып піседі. Енді ішіне салмасына картошкаларымызды жақсылап аршып, жуып, соломка етіп турап аламыз. Әрине өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар болады. Мен соломка етіп турадым. Осылай жақсылап турап аламыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Картопларымызды турап алдық. Енді дәл солай етіп, пияздарымызды жақсылап аршып, жуып, осылай соломка етіп, пиязымызды да турап аламыз. Дәмі керемет болып шығады. Әрине пиязы көбірек болу керек. Тәтті әрі сочный болу үшін пиязын көбірек қоса берсеңіздер болады. Пиязымызды турап алдық. Енді орам жапырақ, әрине капустамызды жақсылап қабығын аршып, капустамызды да соломка етіп турап аламыз. Ішіне капуста қоссаңыздар, енді кореецтердің ұлттық тамағы болған соң, әрине капуста қосу керек. Енді капустамызды турап алдық. Енді менде қойдың іш майы бар. Қойдың іш майын қосамыз. Құйрық май қоссаңыздар да болады, іш май қоссаңыздар да болады. Мен қойдың іш майын қосып жасап жатырмын. Бұны да 4 бұрыш етіп майдалап турап аласыздар. Сосын барлығын бір ыдысқа салып, өз қалауларыңыз бойынша приправаларыңызды, тұздарыңызды, қара бұрыштарыңызды, ащы бұрыштарыңызды салып, араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз. Жақсылап араласу керек, өйткені бұл жерде капустаның, пияздың, картоптың суы шығып, суын алып тастауымыз керек. Ашытылған қамыр болғандықтан суын бір бөлік төгіп тастаймыз. Солай әдемілеп салмамызды салатын боламыз. Ендігі кезекте дастархандарымызды жақсылап сүртіп тазалап алып, дастарханымыздың үстін майлап,
ашқан қамырымызды жақсылап 1-2 қайтара иле жіберіп, бөліктерге бөлеміз. Мен әрқайсысын 100 грамм, көз шамамен 100 грамм есебінде бөліп шықтым. Оларды зуала жасап қоямыз, кішірек қылып. Сосын ол көпсейді. Көпсіген соң ішіне начинкасын, яғни салмасын салып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түйіп аласыздар. Асты майланған соң, қамыр майлы болған соң, оқтаудың қажет етпейді. Қолымызбен жайып, түйіп алатын боламыз. Манта баркамызды майлап, жақсылап салып, қайнап тұрған суымызға 45 минутқа қоятын боламыз. Яғни 45-50 минутта пигодейміз. Көпсіп, әдемі болып шығады. Мен 20-25 минутта ашып бір көрдім. Міне көріп тұрсыздар. Ішінде қопсытқышы дрожжы болғандықтан, міне көпсіп пісіп жатыр. Жасап жеп көрулеріңізге кеңес беремін. Дәмі тіл үйреді. Тойымды, жақсы тамақ. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Осылай әдемі болып шығады. Қалауларыңыз бойынша қаймақ, сәбіз салатын, айран қосып жей берсеңіздер болады. Менде сәбіз салат жасап қойдым. Сәбіз салатпен айран қосып жейміз, балдарға ұсынамыз. Өте дәмі керемет. Жасап жеп көрулеріңізге болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Арнамызды көріп, тіркеліп тұруларыңызды сұраймыз. Міне әдемі болып шықты пигоди тамағымыз. Сіздерге де ұнайды деген үміттемін. Сау болыңыздар.